Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін мен сіз Іскер Азамат тобына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге YouTube каналда қалай настройка жасау керек екендігін көрсететін боламын. Ары кетсе 5 минут уақытыңызды алатын болады. Егер сізде YouTube канал болатын болса, оның настройкасын жөндеп алуға кеңес беремін. Егер сізде YouTube канал әлі жоқ болатын болса, міндетті түрде YouTube канал ашып алыңыз және өзіңіздің жасаған жұмыстарыңызды тұрақты түрде салып отырыңыз. Ал ендеше бүгін біз сіздермен YouTube каналымызды настройка жасауға кірісетін боламыз. Мен жаңадан ашылған Іскер Азамат тобының YouTube каналындамыз. Біз сіздермен ең алдымен мынау оң жақ жоғарғы жақта бізде творческая студия деген бар. Осыны батырманы басып оған кіреміз. Осыған кіргеннен кейін мынау жақта төменгі жағында қарайтын болсақ, настройка канала деген бар. Осы батырманы басамыз, настройка канала. Сосын основные сведения деген бар. Осыны басамыз. Ашылды. Енді осы жерде біз өзіміздің тобымыздың, яғни каналымыздың атын өзгертуімізге болады. Мынау галочканың үстінен басып, немесе өзіңіз қалағандай ат қойсаңыз болады. Және осы описание жазу керек. Бұл описание жазу үшін мен алдын ала дайындап қойғам. Бұл жерде өзіңіздің тобыңыз қандай каналда не туралы айтылады, не үшін құрылған канал деген қысқаша нұсқа сұрақтарға жауап беретін сондай түсіндірме сөз. Мысал үшін мен осы жерге Іскер Азамат, бұл кіші және орта бизнес туралы қазақша ақпарат беретін YouTube канал дедім. Сіздерге заманауи кәсіптерді қалай іске асыру керектігін үйретеді. Байыса қазақ байысын, қазақша үйрететін каналға жазылыңыздар. Әрбір видеоға лайк басыңыз, комментарий қалдырып кетіңіздер деп мен жаздым. Перевод деген бар. Яғни осы ненің аудармасын салсаңыз болады осы жерге. Орысшаға аударып қойсаңыз болады, ағылшыншаға аударып қойсаңыз болады, әрине өз еркіңіз бойынша. Бірақ негізінде канал бір тілде болған дұрыс. Енді одан кейін біз сіздермен осы жерде бізде URL каналы деген бар, яғни бұл каналдың сілтемесі. Бұны да өзгертуге болады, яғни қысқартуға болады, бірақ бұл жерде кішкене шарттар бар. Әзірге бұл мүмкін болмайды бізге, өйткені бұл жерде 100 жазылушы болу керек, және каналдың ашылғанына 30 күндей болу керек. Профильде, баннерде суреттер болу керек. Осылардың барлығы егер сізде орындалған болатын болса, міндетті түрде YouTube каналыңыздың сілтемесін барынша қысқартып алсаңыздар болады. Енді сілтеме деген жерге өтеміз. Мына жерде добавить сілтеме деген жерге басатын болсаңыз, өзіңіздің әлеуметтік желілеріңізді сілтемелерін қоюға болады. Каналдың жоғары жағында осы сілтемелер тұратын болады. Қазір видеоның соңына қарай мен сіздерді қай жерде тұратын көрсететін боламын. Алдын ала мен дайындап қойдым. Сіздерде осылай өздеріңіздің WhatsApp каналдарыңыздың, Instagram каналдарыңыздың аттарын, сілтемелерін осылай алдын ала жазып қойып қойсаңыздар болады. Бұл сіздермен жаңағыдай байланыс жасау үшін, сіздің басқа да каналдарыңызды, мысалы үшін, егер сіз блогер болсаңыз, болмаса ютубер болсаңыз, геймер болсаңыз, ойын ойнайтын, онда сізге міндетті түрде осындайларды қойып қою керек. Неге десеңіз, сіздің басқа да әлеуметтік желілеріңізге тыңдаушыларыңыз, көрермендеріңіз тіркелетін болады. Қазір міне мен WhatsApp пен Instagram'ды қойдым. Сосын добавить Telegram каналымды қоям қазір міне. Бұның барлығын сілтемелерді алу оңай. Telegram, Instagram сілтемелерін өзіңіз алып қоясыз. Мен қойып шықтым. Енді өзіңіз білесіз, мына жерде қанша сілтеме қоюға болады, оны да өзгертуге болады. Мысалы үшін 2 сілтеме, 3 сілтемені ғана көрсететін қылып өзгертсеңіздер болады. Одан кейін контактта информация деген бұл жазылу керек міндетті түрде, яғни сіздің электронды поштаңыздың адресін көрсету керек. Міне осылардың барлығын жасайсыз. Сосын брендинг дегенге де өтеміз.
Бул жерде мынау баннер, яғни сіздің каналыңыздың мынау жоғары жағында көрсетіліп тұратын баннер, одан кейін оның соңғы жағында көрсетіліп тұратын баннер, мынандай баннерлерді қалай жасау керек екендігін мен алдағы уақытта сіздерге үйрететін боламын. Ол үшін осы видеода 100 лайк және комментарийлер болса қосымша, мен осы баннер жасау туралы арнайы видео салатын боламын. Сондықтан да осы каналға жазылыңыз және де достарыңызға таратыңыз. 100 лайк жинаған кезде мен сіздерге осы баннерді от үйде түсіндіретін боламын. Сосын главная страница, бұл жерде ештеңені өзгертудің қажеті жоқ. Осылардың барлығын өткеннен кейін біз жариялау деген батырманы басатын боламыз. Міне біздің каналымызда изменениялардың барлығы сақталды. Оны тексеру үшін жаңағыдай жоғары жаққа басып, мой канал дегенді басамыз. Осыны басқаннан кейін міне біздің баннеріміздің жоғары жағында міне көрсетіліп тұр WhatsApp және Instagram, Telegram. Осыны басатын болсаңыз, сіздің жаңағыдай тікелей сіздің неңізге сілтеме баратын болады. Мысалы үшін міне Instagramды басатын болсаңыз да, сіздің Instagram каналыңызға тікелей баратын болады. YouTube'ты көріп отырады, сіздің видеоларыңыз немесе сіздің тауарларыңыз ұнап жатыр. Осы сілтемені баса қояды да сізбен кері байланыс жасай қояды. Сондықтан да осыны міндетті түрде қойып алыңыздар. Ал сіздерге осындай баннерді қалай қою керек екендігі керек болатын болса, мен алдағы уақытта көрсететін боламын. Ал енді келесі кезекте біз общий настройкаға өтеміз. Настройка деген батырманы басамыз. Осы жерде общий деген бар. Общий дегеніміз осы жерде біз деңгейлерді таңдасақ болады. Бұл жерде біз ештеңені өзгертпей, тек қана доллармен қалдыруға кеңес береміз. Өйткені біз ертең монетизация қосқан кезде ол ақшамыз доллармен берілетін болады. Одан кейін канал дегенге өтеміз. Осы жерде міндетті түрде өзіңіздің тұрғылықты жеріңізді таңдайсыз. Мысалы үшін біз Қазақстанда. Міне мен кірттік сөздерді жазып шықтым. Осылай сіздер жазып сохранить деген батырманы бассаңыз болады. Міне осыларды жазып болғаннан кейін сосын біз оны сохранить етеміз. Расширение настройки дегенді басамыз. Сіздің егер YouTube каналыңыз осы жерде балдарға арналған ба, қандай көрермендерге арналған, онысын таңдайсыз. Біз кеңес береміз сізге каналда не балдар үшін емес, детский контент үшін емес деген галочкаға қойыңыздар. Детский болатын болса, оны көп тексеретін болады. Сосын нерде субтитры деген бар, оны осы галочкаларда өз күйінше қалдырсаңыз болады. Другие настройки, удалить контакты. Осы жерде сосын біз мынау доступная функция деген бар. Осы жерлердің барлығы ашылып тұр бізде выключенный болып. Осылардың барлығымен өзіңіз танысып, қалауыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мен осылардың барлығын қосқан жоқпын қазірге, өйткені бұл жаңа канал менде. Әлі алдағы уақытта қосып жағдай жақсы жасайтын боламын. Сіз өзіңіздің каналыңызға қарап, өзіңіздің жағдайыңызға қарап қоссаңыздар болады. Сосын барлығын өтіп болғаннан кейін біз сохранить деген батырманы басамыз. Міне сохранить деген батырманы басқаннан кейін біз өз каналымызды қайтадан тексерсек болады. Міне біз жасаған дүниелер жаңағыдай өз орында тұр. Міне WhatsApp, Instagram, Telegram каналдарым шықты. Сосын настройка вид каналов дегенді басып, біз алдағы уақытта сіздермен баннерді қалай жасау керек екендігін, мынау баннерді қалай жасау керек екендігін көрсететін боламыз. Егер сізге осы видео ұнаған болса, өз пайдасын тигізген болатын болса, біріншіден лайк басыңыз, екіншіден каналымызға тіркеліп кетіңіз. Бұл қазақша бизнес, яғни қалай жасау керек екенін үйрететін канал болып есептеледі. Одан кейін біздің каналымызда өзге де достарыңызға бөлісе жүріңіздер. Алдағы уақытта сіздерде сұрақтар болатын болса, осы видео бойынша түсінбеген жерлеріңіз болатын болса, комментарийға қалдырыңыздар жазып. Мен сіздерге міндетті түрде комментарийді оқып жауап беретін боламын алдағы уақытта.
Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода біз сіздермен YouTube'да баннерді қалай жасау керек екендігін көрсететін боламыз. Және де менің басқа да видеоларыммен қазір сілтемесін берем сіздерге. Сол сілтемесін міндетті түрде қарап видеоларда көрсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.